4 topқа bölінетін болады. Қазір кестесін таңдайық. Бірінші топ, екінші топ, үшінші және төртінші топ. Бірінші топ. Болған болсақ, енді келесі келетін мен сіздерге бағалауды түсіндіріп өтейін. Ең бірінші топтық бағалау болады, яғни сіздерді топ бойынша мен сіздерге жарайсыңдар, керемет, супер деген сынды стикерлермен бағалаймыз. Кім көп стикер жинайды, сол топ жеңімпаз болады. Ал бізде екінші бағалау бұл жеке бағалау болады. Яғни біз өзімізді бағалап үйренуіміз керек. Яғни бізде берілген тапсырмалардың саны тұр. Бірінші баланы жаңағыдай тапсырманы орындасаңыз, қасына жаңағыдай қосу белгісін қойып, жаңа өз балыңызды жазып отыратын боласыз. Және де аты жөнімізді жазуды ұмытпаймыз. Келесі үй тапсырмасында мен сіздерге қайталауға бердім, яғни қазір үй тапсырмасын сұрайтын боламын. Biz өткен сабақтарда күй аңызын, тақырыптардың күй аңызы әңгімесін оқыдық, жалпылама талдадық, соны қорытындылау мақсатында мен сіздерге үй тапсырмасына қайталау беретін болатын. Енді мен сіздерге қазір қолдарыңыз болсында кесте таратып беретін боламын. Бұл кестеде жаңағыдай шығарманың авторын, өзіңіздің оқырман ретінде тақырып қоясыз, идеясын жазасыз, және жанры қандай мәселелер көтерілді, қандай кейіпкерлер бар сынды сұрақтарға жауап беріп кестені толтыратын боласыздар. Үй тапсырмасын осылай қайталап өткіземіз. Жақсы, бастаймыз. Атымызды жазуды ұмытпаймыз. Үй тапсырмасына қазір 3 минут уақыт берейін. Жеткілікті ме? Үлгереміз ба? Әлде 5 минут уақыт берейін ба? 5 минут уақыт берейін, я? Бәрі болғанымыз топ, мен белгі көрсетемін. Жақсы, соңғы қатарға жаңа атымызды жазайық та, бәріміз өткізейік. Атымызды жазып па? Атыны жазып па? Атымызды жазып, өткізуге дайындаламыз. Уақыт аяқталды. Атымызды жазамыз. Атымызды жазып па? Жоқ па? Жақсы, енді бүгінгі күнді жазамыз. Сәуірдің 12-сі. Бүгін біз жазушы Сахиев жайында өтетін боламыз. Және айдағы жазылымға фантастикалық әңгімесіне тоқталып өтетін боламыз. Бүгін күнді жазамыз. Сәуірдің 12-сі. Жүсіп Сахиев айдағы жазылымға фантастикалық әңгімесіне тоқталатын боламыз. Бүгін автор жайында өмірге шығармашылығымен танысып отырып, әңгімеге қысқаша тоқталатын боламыз. Сонымен, Жүсіп Сахиев дегеніміз кім екен?
Алмалым ауылы Бәйдібек ауданында дүниеге келген қазақ жазушысы, аудармашы, телеарнашы, редактор. Жалпы жазушы Жюл Верн деп атанған фантастикалық жазушы екен. Қазір филология факультетінің студенті болған. Сондай-ақ жаңағы бас редакция ғылым редакциясының меңгерушісі болған. Сондай-ақ Астанадағы Фолиант баспасының бас редакторы болған. Сонымен қатар 1971 жылдан бастап Қазақстанда тұңғыш болып кеңестік көшпенділер деп жаңағыдай фантастикалық көптеген шығармалардың туындауына себепкер болған адам екен. Келесі өмірі шығармашылығын тоқтайтын болсақ, шығармашылығы жайында не айтамызды? Көптеген мақалалар бар және де энциклопедиялық көптеген еңбектер бар екен. Тоқталатын болса, 60 ғылыми фантастикалық романдарының жетеуі жарық көрген екен. Тіршілік ұясы, борыш, шеңбердің түйісуі деген сынды жаңағыдай көркем шығармалар бар екен. Одан кейін жаңағы астрофизика, астрономия деген оқулықтарды аударған екен. Ең бірінші романы не деп аталыпты? Тіршілік ұясы деп аталған екен. Енді мен сіздерге қазір бір бейнебаян көрсетемін. Бұл жаңағы кішігірім сұхбат. Өзімді қарай. Жазушының сұхбатын, өз дауысын естісін, көрсін деген мақсатта және де өзінің жаңағы ғаламшардағы ай жайындағы, астрономия ғылымы жайындағы өзінің еңбектері жайындағы таныстыруы, білсін, көрсін деген мақсатта суреттеуге болатын. Енді келесі бірінші тапсырма бұл дәптермен жұмыс, дәптерге жазатын боламыз. Яғни қазір бізде 4 түрлі сөз бар. Синтпейн әдісі арқылы осы 4 сөзді сипаттап жазатын боламыз. Бірінші топ қиял сөзі, екінші топ табиғат, үшінші топ ғаламшар, төртінші топ жазушы сөзінен Синтпейн әдісі арқылы өлең құрастырамыз. Түсінікті ма? Синтпейн әдісінде бірінші тақырып бір сөзбен беріледі. Яғни сіздер зат есімін қолданасыздар, екінші сөзбен ол сөзді сипаттайсыздар. Мысалы, қиял сөзін сипаттайсыздар. Үшінші, осы қиял сөзіне қатысты үш сөзді түсіріп алсақ бола ма? Қазір. Одан кейін төртінші, төрт сөзден тұратын бір сөйлем, яғни өз ойыңызды жазасыз, сол сөзге қатысты, және ең соңғысы тақырып мәнін ашатын бір синоним сөз. Синоним де сөз. Мысалы, қиял сөзінің синонимі қандай? Соны жазамыз. Түсінікті ма? Я топпен жұмыс. Қалғандарын да келмейді. Ақылдасып жазамыз. Үшінші топ болып па? Дейік па? Кім оқиды? Бір оқушы оқысын. Бірінші топтың жұмысын осыған оқиды екен. Жақсы оқын. Синтпейн әдісімен бірінші топ қиял сөзіне ол қиял. Екіншісі екі сөзбен сипаттау сын тамаша ғажап. Үшіншісі тақырыпқа қатысты үш сөз етістік. Армандайды, сенеді, орындайды. Орындалады. Төртіншісі төрт сөзден тұратын бір сөйлем. Қиял әркімге тең қасиет, тән қасиет. Бесіншісі тақырып мәнін ашатын бір синоним сөз, арман. Өте жақсы. Келесі. Екінші топ оқиды. Сөзді қоямыз, Сахар. Табиғат,
әдемі көрікті, таза ауа береді, табиғаттың көптеген сыйлықтары бар, қосылған Жақсы, қайтадан оқуға. Бірінші топ тыңдаған жоқ. табиғат әдемі көрікті, таза ауа береді, табиғаттың көптеген сыйлықтары бар, қоршаған орта. Өте жақсы. Үшінші топ оқуға. Үшінші топтан кім оқиды? Бірінші жол тақырыптың атауы ғаламшар, екінші жол тақырыпты сипаттайтын екі сөз жұмбақ, қашық, үшінші жол тақырып туралы қимылды білдіретін сөз айналады, зерделегі саяхаттайды, төртінші жол тақырыпқа қатысты төрт сөзден тұратын сөз орама, ғаламшар жұмбақтар мен құпияға толы, бесінші жол бір сөз тақырыптың мәнін ашатын синоним сөз әлем. Жақсы. Төртінші топ тыңдасаңыз оқуға. Бірінші жол тақырыптың атауы Екінші жол тақырыптың сипаттайтын сөз білімдер, ақылды. Үшінші жол тақырып туралы қимылды білдіретін сөз ойлайды, оқиды, жазады. Жақсы. Төртінші жол тақырыпқа қатысты төрт сөзден тұратын сөз орамы. Жүніс Сахиев, атақты жазушы. Бесінші сөз бір сөз тақырыптың мәнін ашатын синоним сөз ақыл. Қосымша бар ма? Ақылды. Жақсы, жарайды. Ақын емес, жазушы деді. Жақсы. Қосасың ба? Айтасың ба? Жақсы, жарайды. Келесі, екінші тапсырмаға кезек берейік. Екінші тапсырма беремін. Айтамыз ба? Екінші тапсырмаға өзімізді белгілеп отырамыз, өзімізді жеке бағалауға қатысып жазып отырсақ. Келесі бізде екінші тапсырма, топтық тапсырма. Бірінші топ. Жүсіп Сахиев өмірі жайында негізгі ақпараттар желісі кластерге түсіресіздер. Негізгі ақпараттарды өмірі жайында кластерге түсіресіздер. Екінші топ шығармаларына тақырыптық арнау жасайсыздар. Яғни қандай тақырыпта жазды, қандай еңбектері бар, мақалалары бар ма, соны тақырыптық арнаға жіктеп жазасыздар. Түсіндік па? Немесе жаңағыдай осындай көркем шығармасы, әңгімесі бар. Не болмаса екінші топ тыңдап отырмыз ба? Немесе осындай мақаласы бар, немесе осындай энциклопедиясы бар деп жазасыздар. Үшінші топ ғаламшар және ай мен жердегі тіршілік туралы жазасыздар. Қосымша ақпараттарды пайдалансаңыздар болады. Ал төртінші топ жалпылама тұжырым жасайсыздар. Яғни жаңағы үш топ не айтылды, сабақта не айтылды, сол жайында негізгі ақпараттарды жинақтап ұсынасыздар. Не үшін біз бұл жаңағыдай бар, біз не аламыз деген сынды сұрақтарға жауап іздейсіздер. Төртінші топ болады, иә. Қосылмай отыр, қазір бағалуда бәрін ескереді. Қай топтайын? Бірінші топ. Сахиев өмірін жайлы негізгі ақпарат желісі. Жақсы. Негізгі ақпараттың бірі ол Қазақстан топтамалы ғылыми фантастикалық шығармалар жазуға жұмсалған
Қазақстанның жиу верні атанған фантастикалық жазушы. Өте жақсы. Және де 1920 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келіп, бала кезінде аспан денелерінің армандаған. Және де 21 жасында жеңіс топтамасы ғылыми фантастикалық шығармаларын кеңестік көшпенділер деп, ал оның бірінші романы Тіршілік ұясы деп атады. Төртінші жазған сызғандарын телеграфта телетоп менталарына бастырып қиып алып қағазға жазып, шіркіна менің осы жазғандарым кітап болып болса, мен жаза берер едім деп. Жақсы, екінші топ шығамыз. Шығармашылық жайлы айтамыз, иә? Жақсы. Сахим қазақ және әлем ғылыми фантастикаларының жөніндегі ондаған танымалдық мақалалардың авторы. Өте жақсы. Астрофизика, астрохимия 2000 жылдағы оқулықтарын аударған. Жақсы. Бүгінгі оның шыққан 60 романдарының бүгінгі дейін шешемі танымал. Өте жақсы. Тіршілік ұясы 1983, Борыш 1987, Шеңбердің сүйгі 1991, әдеби сыйлық 1994, көктем келген көшпенділер. Шығармалардың аталығы, иә? Өте жақсы. Жүніс Сәйфтің ол бала кезінен бастап ғылымға сіңіріне өте қатты қызығамын. Сондықтан да ол менің осы жазғандарым жазба ретінде жасауға деп үнемі қалайтын. Оның бірінші романы Тіршілік ұясы болған. Оның ғылыми фантастикалық шығармалары кеңестік көшпенділерге жарық. Өте жақсы. Баста. Ғаламшар өздігінен жарық шығармайтын жұлдызды айналап болатын орталық жарық көзімен салыстырғандағы массасы шағын ғаламшар. Күн жүйесі 9 үлкен планета бар. Жер күннен әрі қарай саналады. 1989 жылы Латвия астанасы Ригада өткен фантастика жазушылық семинарында бірінші болып КСРО жазушылар одағына мүшелікке өтілі семинар аталған келіндеме алған. Өте жақсы. Және сурет салған екенбіз, Жүсіп Сахиевтің. Жақсы отыра қойыңыздар. Енді кері байланысқа назар аударайық. Яғни сабақта алған нәрселерімізді қай сәт ұнағаны туралы әрмен шағарына өз пікірімізді жазып қалдыратын боламыз. Дидақтырмасын тыңдаймыз. Айдағы жасырынбақ әңгімесін оқып келесіздер. Түсінікті ма? Біз бүгін Жүсіп Сахиевтің өмірімен, шығармашылығымен таныс болдық. Ендігі кезекте айдағы жасырынбақ әңгімесін оқып танысып келеміз. Сау болыңыздар.